Біреуден құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Бәріне қолайлы адам болсаңыз, адамдарды басыңызға шығаруға дайын болыңыз. Өзің жайлы жақсы сөз естігің келсе, өліп көр. Дүниедегі ең асыл тіл араб тілі, одан кейін түрік тілі, түрік тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Қымбат сөзіңді арзан адамға айтып, әуреленбе. Егер бай болғыңыз келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйреніңіз. Ерте ұйықтап, ерте тұрғанның дені сау, бай және дана. Майда шүйде қаражаттардан абай болыңыз, себебі кішкентай тесік үлкен кемені шөктіруі мүмкін. Кімде-кім ақша барлық нәрсені істей алады деп айтса, оның өзі ақша үшін бәріне бара алады. 3 адам сырды сақтауы мүмкін, егер олардың екеуі өлген болса. Қарызға батқаннан гөрі кешкі асты ішпеген мақұл. Қаншалықты дана болсаңыз да, ертеңгі тағдырды біле алмайсыз, сондықтан бүгінгі күннің қадіріне жетіңіз. Ауырсыну туралы шағымданбаңыз, бұл ең жақсы дәрі. Әдемі сөйлегенге сенбе, оның сөзінде әрқашан өтірік болады. Жай ғана сұлу амалдар жасағанға сен. Адамның тілі кішкентай болғанымен үлкен тағдырларды жоя алады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Сіз таратқан жамандық өзіңізге міндетті түрде оралады. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді де күтпейді. Саған тек қана қайғысын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбе. Өзгелердің қателігінен сабақ ал. Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс ала алмайды. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда ғана барыңыз. Сіздің келгеніңізге қуана қоймаған жерге ешқашан аяқ баспаңыз. Қайғы келмейінше жақсылық бағаланбайды. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді ол адамнан төмен санау. Біткен іске сыншы көп. Ешкімге қызғанышпен қарамаңыз. Қызғаныш ауруға апаратын баспалдақ тәрізді. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.